Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызашарға немесе сәреске өте тойымды, дәмді қазақ халқының ұлттық тағамы майсөк дайындайтын боламыз. Тарыдан. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен өзімізге керекті мөлшерде сүтімізді құйып аламыз. Сүтті көп құюдың қажеті жоқ. Жетпей бара жатса, үстінен құя салуымызға болады. Енді тарымызды бір ыдысымызға салып, үстінен ыстық су құйып, ыстық сумен бірнеше рет жуып, тарымызды тазартып аламыз. Жуып тазаланған тарымызды алып, қайнап пісіп тұрған сүтіміздің үстіне салып, жай отта бетін жауып, сүтіміз тартылғанша, яғни қоюланғанша бұқтырамыз. Осы кезде өзімізге керекті мөлшерде тәттіні ұнатсаңыздар көп, егер қатты ұнатпасаңыздар аз мөлшерде қантымызды салып, су тартылғанша, қоюланғанша бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіріп аламыз. Біздің сүтіміз тартылып жатыр. Осы сүтіміз тартылып жатқан кезде сары майымызды салып, тағы да бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте сүтіміз тартылып, майымыз еріді. Оның үстінен қойытылған сүт, яғни сгущенкамызды салып, араластырып, тағы да бетін жауып қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Мен осы рецепті өзімнің анамнан үйренген. Біз кішірек кезімізде анам осы ауызашарға істеп қоятын, ыстықтай. Сол кезде барлығы таусылып, үйге келген қонақтардың бәрі бірінші осы майсөкті жеп тауыстатын. Біздің майсөгіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, көріп тұрғандарыңыздай. Түсі де әдемі болып, езілмей, бір-біріне бірікпей, әрі шикі болып, бүтін болып тұрған жоқ. Ыдысымызға салып, пиалайға, тарелкаға осылай аударыстырып аламыз. Өз қалауларынша салып бере беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Күн сайын түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Енді екінші тамағымыз менде кешкі асқа берген ауызашарға. Осындай өте дәмді, ерекше әрі тез дайын болатын, көп уақытыңызды алмайтын тамақ жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай, түсі де барлығы өте әдемі, дәмді. Ең бастысы, ол үшін ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, үстіне етімізді салып, етіміздің суы тартылғанша қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымыз бен сарымсағымызды, ұнтақталған паприкамызды, ащы емес тәтті паприкамызды, қара бұрышымызды, ет қара бұрышты жақсы көреді. Сондықтан қара бұрышымызды сеуіп, дәміне қарай тұзымызды, мен тұз салған жоқпын, етім тұздалғандықтан өздеріңіз дәміне қарай себесіздер. Барлығын қосып болған соң, томат пастасын міндетті түрде майдың үстіне салып қуырамыз. Томатымызды салып, жақсылап қуырып, оның үстіне туралған сәбізімізді салып, барлығын қуырып аламыз. Ендігі кезекте картошкамызды да салып, жақсылап 2-3 минут қуырып аламыз. Қуырылған көкөністеріміздің бетіне жаңағы суымызды құямыз. Өзімізге керекті мөлшерде. Мен 1,5-2 литрдай су құйдым. Біздің тұздығымыз қайнап жатыр. Енді кезекте осындай Кеми компаниясының лапшасы бар. Осы лапшаны салдым. Өте дәмді, тура қолдан кескен сияқты, қолдың қамыры сияқты дәмді болып шығады. Өзімізге керекті мөлшерде осы кеспемізді салып аламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. 30 минутта дайын болады. Тез әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ас болсын, ораза айы құтты болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.